бас прокурор Асыловқа. Биылғы жылдың 16 қыркүйегінде қылмыстық кодекстің 300 внимание. Сөз депутат Құспан Абзал Темірғалиұлына беріледі. Рахмет, Дания Мадиқызы, бас прокурор Асыловқа. Биылғы жылдың 16 қыркүйегінде қылмыстық кодекстің 339-1 бабы қолданысқа енгізілді. Алайда оның тәжірибелік қолданылуы өңірлер бойынша біркелкі қалыптаспай отыр. Бірдей жағдайларда әртүрлі сот шешімдерінің қабылдануы құқық қолданудың бірізділігіне нұқсан келтіруде. Естеріңізде болса, 309-1 бап қылмыстық заңнаманы оңтайландыру туралы заң жобасын талқылау кезінде бас прокуратура, жоғарғы сот және барлық уәкілетті органдардың қатысуымен жан-жақты пысықталған еді. Негізгі мақсат тікелей заңсыз аулауға қатысты айыптауларды 339 бап бойынша қалдырып, ал қалған барлық әрекеттерді, бөлшектерді, яғни еттері мен дериваттарды сатып алу, сату, сақтау, тасымалдау тағы басқа әрекеттерді жаңа 339-1 бапқа қайта саралау болатын. Дегенмен бүгінгі тәжірибеде мүлде басқа көрініс қалыптасуда. Бір ғана Павлодар облысының мысалы соның айқын дәлелі. Уәкілетті орган 56 ұсыныс енгізсе, соттар күні бүгін 50 істі қарап, соның 31-ін қанағаттандырып, 19-ына бас тартқан. Бірдей мән-жайлар бойынша бұндай айырмашылық азаматтардың арасында әлеуметтік теңсіздік сезімін тудырады. 339-1 бап тек киікке ғана емес, барлық жануарлар дүниесі объектілеріне және олардың дериваттарына қатысты қолданылады. Ал қолға түсіру сөзінің үкімде кездесуі автоматты түрде заңсыз аулау белгілерін дәлелдемейді. Егер үкімде 337 бап, яғни заңсыз аулау қолданылмаған болса, адамнан қару-жарақ немесе балық аулау құралдары алынбаған болса, онда әрекетті 339-1 бапқа қайта саралауға әбден болады. Қате сот практикасына жекелеген прокурорлардың әрекеттері әсер етуде. Мәселен, Ұлытау облысы прокурорының орынбасары сотқа өтініш беріп, наразылық енгізуге мерзімді қалпына келтіруді сұраған. Себеп ретінде сот қаулысы прокуратура түспегенін көрсеткен. Ал наразылықтың өзінде ол істі 339-1 баптың 4-ші бөлігіне қайта саралау қажет деп жазады. Алайда, құрметті Берік Ноғайұлы, біздің қабылдаған жаңа редакцияда 339-1 бапта 4-ші бөлік деген мүлде жоқ. Жалпы сот қаулысын көрмей қалдым, алмай қалдым деген уәжбен мерзімді қалпына келтіруді сұрау прокуратураның беделіне де көлеңке түсіреді. Өйткені прокурордың қатысуынсыз бірде-бір қылмыстық іс немесе материал қаралмайды. Оны бәріміз де жақсы білеміз. Осындай тәжірибені тоқтатуға тапсырма беруіңізді сұраймын. Киікке қатысты қолданыстағы экологиялық саясат пен құқықтық нормалардың арасындағы алшақтықта 339-1 бапты қолданудағы қайшылықтардың бір себебі. Киік 27 ақпан 2015 жылғы ауыл шаруашылығы министрінің міндетін атқарушысының бұйрығымен жойылу қаупі төнген аңдар қатарына енгізілгені белгілі. Сол себепті оған қатысты кез келген әрекетке қатаң тыйым салынған еді. Алайда қазір жағдай түбегейлі өзгерді. Мен сайланған Батыс Қазақстан өңірінде киік популяциясы жыл сайын қарқынды өсіп, былтырдан бері жаппай ату мен реттелген аулау заңды түрде жүргізілуде. Киік еті бүгіндері Астана мен Алматы қалаларында заңды түрде сатылып жатыр. Осыған қарамастан, оның етін немесе дериваттарын сақтау, сатып алу, тасымалдау үшін азаматтарды қатаң қылмыстық жауапкершілікке тарта беру қарапайым логикада құқықтың мақсатына да сәйкес келмейді. Заң ең алдымен өмірдегі нақты жағдайларға сүйенуге тиіс. Егер мемлекет өзі киікті реттеуді жүргізіп, оның етін заңда айналымға шығарып отырса, онда азаматтарымызды түрмеге тоғытып, кейін босатуға да кедергі келтіру қаншалықты ақылға сыйымды. Осы айтылғандарды ескере отырып, сізден қадағалаушы орган ретінде сот актілерінің заңдылығын кешенді түрде зерделеп, прокурорлық ықпал ету шараларын қолдануда. Сондай-ақ өңірлерде орын алып отырған құқық қолданудағы өрескел сәйкессіздіктерді жоюды сұраймын. Жауапты қолданыстағы заңнамада белгіленген мерзімде беруді өтінемін. Депутаттық сауалға сот актілері жалғанды 78 бетте. Жалпы келесі бір айтқым келетіні, құрметті Дания Мадиқызы, менің енді тікелей депутаттық сауалыма қатысы жоқ, бірақ уақытымды пайдаланып айтып кетсем бе деймін. Бұл жағдай, сонымен қатар бұған дейін де өздеріңіз жақсы білесіздер, мынау амнистияны қолданудағы тәжірибедегі сәйкессіздіктер мені парламенттік реформа аясында парламентке екі функцияны қайтадан қайтару қажет екендігіне көзім жеткізіп отыр. Ол бірінші заңды түсіндіру функциясы, екіншісі парламенттік бақылау функциясы. Бұл екі функцияда 1993 жылғы Конституцияда жоғары кеңесте болған.
Заңды шығарып отқан орган ретінде, автор ретінде парламент заңды өзі түсіндіріп отыру керек. Сонда заңды орындаушыларға да бұл ыңғайлы болған болар еді. Екіншіден, тәжірибеде орындалып жатқанына парламент өзі бақылау орнату керек. Олай болмайтын болса, осы кеткен. Біз қазіргі таңда заңды қандай сапалы қылып қабылдасақ та, оның орындалуы үлкен өкінішке қарай соттар мен прокурорларға, құқық қорғау органдарына немесе атқарушы билік өкілдеріне ғана тиесілі болып отыр. Бұл енді менің өзімнің ойым, барлық ғылыми практикалық конференцияда айтып жүрмін. Рахмет.